Сәлем достар, песочное слоеное тестомызды жасаймыз. Салқын суымызға тұзымызды қосамыз, қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Ыдысым кішіректеу болып кетті, қазір үлкен ыдысқа ауыстырып алайын. Осының үстіне әдемілеп 2 жұмыртқамызды, 3-ші жұмыртқаның сарысын салып, әдемілеп араластырып алатын боламыз. Құрамына керекті заттар мөлшерін төменде жазып өтемін. Сол бойынша барлығын дайындап алып, видеоға қарап отырып, бірге жасасаңыздар болады. Енді қамырымызға керекті майымыз міндетті түрде 72% болған дұрыс. Щедрое лето немесе шедевр майы өте жақсы келеді. Мен көрсету үшін екеуін бір-бірден 2 түрлі етіп алдым. Енді осы суып тұрған майымыздың 1 пачкасын өлшеп алған ұнымыздың үстіне суықтай қойып, осылай теркадан өткізіп, әдемілеп қолымызбен 1 келкі болғанша крошка жасап аламыз. Майымызды үккіштен өткізіп алсақ, енді ұнмен әдемілеп осылай видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен ұнтақтап шығамыз 1 келік болғанша. Кейін үстіне жаңағы дайындап қойған қоспамызды қосып илеп шығамыз. Қатты илеп басудың қажет жоқ. Дәл осы қоспа мөлшерімен жасасаңыздар, оп-оңай иленіп жаюға болады. Және дәл осы қоспа мөлшерімен ұн кішкене ойнауы мүмкін. Қолыңызға қатты жабысып тұрса, осылай ұнды себелеп жіберсеңіз болады. Мінекей енді 20 минутқа салафанға орап тындырып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, тағы да 1-2 басып, 10-15 минутқа тындырамыз. Тынған қамыр өте эластичный, әдемі болады достар. 2 рет қайтарылған әдемі болып тұрған қамырымызды жақсылап жаю үшін 1 ас қасық толтыра жүгері крахмалы және ұнды араластырып, қазір ортасына сеуіп отырып, жақсылап тұрып жаятын боламыз. 20 минуттан 2 рет қайтарылған қамырымыз өте әдемі, эластичный болады. Сондықтан оған жайылған кезде өте үлкен күштің қажеті де шамалы. Тағы бір айта кететін нәрсе, достар, менің қолданған ұным алтын дән. 1-ші сорт. Мен көбіне 1-ші сорт ұнын ғана пайдаланамын. Бұған дейінде жасағанда ордабасы деген ұннан 1-ші сорттан жасағанмын, өте әдемі шығады. Сондықтан ұнның ешқандай айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Орташа қалыңдықты жайып алған қамырымызды өлшеп көрсетейін, 75-те 75 өлшесеңіздер де болады. Енді үстіне осылай суып тұрған майымызды үстіне құйып, тез-тез 1 келкі бәр жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Өйткені қамырымыздың үстіне майды жаға бастағанда ол тез қатып қалатын болады. Кейін дайын қамырымыздың өзін қолданатын кезде қатпарлы болып, слой-слой болып көріну үшін осы майдың үстіне жаңағы крахмал араласқан ұнымызды себеміз. Мінекей. Қамырдың бетіне жаққан майымыз әбден кепкеннен кейін барып, қатты қыса отырып, орап шығамыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай оңай оралады, әдемілеп қысыңқырап ораймыз. Соңына дейін. Дөңгелек қамырымыздың шетін кішкене қысып-қысып, екінші бетіне осылай жабыстырып шығайық. Кейін пищевая пленканы осылай ұзыннан алып, қамырымызды ұзын күйінде қойып аламыз. Содан кейін барып ораймыз. Мінекей. Дәл осы рецептпен жасалған қамырды тапсырыспен дүкендерге де жасап сатсаңыз да болады. Кейінірек сіздерге есептеу жолында алдағы уақытта көрсететін боламын. Мінекей, енді осылай дөңгелектеп орап, мұздатқышқа кемі 2-3 сағатқа қалдырамыз тұтынуға дейін. Дәл осы қамырды 3 айға дейін сақтауға болады. Егер сатылымға шығаратын болсаңыздар, 1 кішкентай пакетиктерге күнжіт қосып, ортасына салып, дәл осылай тағы бір орап жіберіп, ұсынсаңыздар да болады. Осымен біздің қамырымыз дайын, салмасын әртүрлі қып салып жасай берсеңіздер де болады. Бізге ас болсын, сіздер жасаңыздар.